Сәлем достар. Бүгінгі тақырып сіздің энергияңыз қайда кетіп жатыр? Сіз энергияңызды қайда жұмсап жатырсыз? Энергияңызды тиімді жұмсап жатырсыз ба? Біздің фокус вниманиеміз қайда болса, энергия сонда кетеді. Сіздің егер бизнесіңіз жүрмей жатса, егер белгілі бір бизнесті бастағыңыз келіп жатса, онлайн бизнес болсын, кәсіптік бизнес болсын, осы істі бастар алдында сіз өз энергияңызды қалыпқа келтіруіңіз керек. Ол үшін сіз анықтауыңыз керек, менің энергиям қайда кетіп жатыр, босқа, басқа керек емес әдеттерге кетіп жатса, сіз ол әдеттерден айырылып, сіз өз фокус вниманиеңізді сол өзіңіздің керек деген ісіңізге ғана жұмсауыңыз керек. Әйтпесе сіздің оған шаршап шамаңыз жетпей, немесе ісіңіз алға баспай қалуы мүмкін. Ол қандай әдеттер? Мысалға, сіздің энергияңыз көбінесе өкпе-ренішке, өсек-аяңға, біреуге ыза-кек, немесе біреуді көре алмаушылыққа кетуі мүмкін. Сондықтан осы әдеттерден арылуымыз керек. Өкпе-реніштен қалай арыламыз? Ол мысалға, сіз ренжіп жүрген адамды іштей кешіріңіз, немесе тікелей барып кешірім сұраңыз. Егер олардан олай істегіңіз келмесе, кешірім медитациясын жасасаңыз болады. Осының алдында мен бір видеода айтқанмын, ол өкпе-реніштен бізде қандай организмде өзгерістер болады. Мысалға, сіз өкпе-реніштен біздің сыртқы энергиямызде тоқырау болады, яғни застой. Сол кезде қара энергия пайда болып, көптеген қара дақтар пайда болып, энергияда тоқырау болған соң, үздіксіз жүріп жатқан энергия тоқтап қалады. Сол кезде ол қара дақтарға айналуы мүмкін. Ол көптеген ауруларға алып келеді деп айтқан. Сондықтан да босқа энергияңызды керек емес осындай әдеттерге жұмсамаңыз. Енді сіз ол техникаларды жасадыңыз, мысалға, кешірім техникасын жасадыңыз, іштей кешірдіңіз, көре алмаушылықтан арылдыңыз. Енді оны тексереміз. Қалай тексереміз? Сіз ол әдеттерден арылдыңыз ба? Ол үшін, мысалға, сіз сол ситуация, сізді ренжіткен, сіз қатты ыза-кектенген бір ситуацияға, бір адамдарға сол ситуацияны, сол адамды ойлаған кезде сізде нейтралды эмоция болу керек. Сол нейтралды эмоция болмай, сіз сол техниканы қайта-қайта жасауыңыз керек. Сол үшін сіз өз ісіңіз алға бассын десеңіз, осындай керек емес әдеттерге өз энергияңызды жұмсамаңыз. Фокус вниманиеңіз тек қана сол алға қойған ісіңізге, тек қана алға қойған мақсатыңызға ғана жұмсаңыз. Сәттілік тілеймін.